Не ойланып отырсың, Дана? Алан, біздің сыныптағы Асан мен Үсеннің отбасылары дос екен. Үнемі бір-бірінің үйіне қонақ болып, отбасылары жақын араласатын көрінеді. Ал біздің отбасымыздың достары кімдер? Отбасымыздың достары дейсің бе? Ол бәлкім біздің көршілеріміз болар, немесе туыстарымыз. Әлде, шынымды айтсам, бұл жөнінде ойланбаппын. Мүмкін анамнан сұрармыз. Дұрыс айтасың, сұрайық. Анашым, біздің отбасымыздың достары кімдер? Бүгін сыныпта Асан мен Үсеннің отбасылары дос екенін білдім. Ал біздің отбасымыздың достары кім? Қызым, отбасымыздың ортақ достары көп. Мысалы, Алинаның отбасы біздің достарымыз. Алина сенің досың ғой? Иә, Алина менің ең жақын досым. Міне, Алина ғана емес, Алинаның отбасымен де өте жақын араласамыз ғой. Алинаның анасы менің жақын құрбым. Жексенбі күндері Алинаның отбасымен бас қосып, уақытты қызықты өткіземіз. Ал демалыс уақытында Алинаның әкесі мен сендердің әкелерің балық аулауға барады. Мен енді түсіндім. Отбасы достары дегеніміз, отбасы мүшелерінің барлығының бірдей араласу екен ғой. Иә, сендер достарыңа адал, қамқор, мейірімді болғандарың секілді, отбасы достары да сондай болуы керек. Он үшінші сабақ. Отбасым және достарым. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер. Менің атым Сапар. Әкемнің досы бар. Ол инженер. Оның бойы ұзын, көзі көк. Әкемнің досының сүйікті спорты футбол. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, бас бармақ, бірінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, балаң үйрек, екінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, ортан терек, үшінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, шылдыр шүмек, төртінші саусақ. Қуырмаш, балапанға бидай шаш, бесінші кіші саусақ, кішкене бөбек. Досымның отбасы. Мынау дос болдың отбасы. Отбасында 6 адам бар. Олар атасы, әжесі, әкесі, шешесі, ағасы және дос бол. Дос болдың отбасы тату. Әрқашан дос біргеміз, ажырамас біргеміз. Ілгері жүріңдер, достық жүрім біліңдер, туғып ұстап бірліктер.